Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бұл ағылшын тілі 0-ден бастап 13-ші сабағы. Бүгінгі сабақта біз сілтеу өсімдіктерін өтетін боламыз. Толығырақ айтқанда this, that. Сонымен бұл жерде сіз өзіңіз мынау орындықта отырмын деп елестетіңіз. Алдыңызда не тұр? Яғни алдыңызда ноутбук тұр. Менің алдымда ноутбук, яғни мынау ноутбук дегенді біз ағылшынша this is a laptop. This is a laptop. Laptop дегеніміз ноутбук, артиклі саналатын жекеше түрдегі зат есімдерде қолданамыз. Is, яғни жекеше түрдегі бетістегі, this дегеніміз мынау. That дегеніміз анау, яғни мынау ноутбук. This is a laptop. That is a rubbish bin. That is a rubbish bin. Яғни анау тұрған бізде не? Бұрыштағы, яғни жақында емес, алыста тұрған. Анау. Ол қоқыс жәшігі, яғни анау қоқыс жәшігі. Дәл солай жекеше түр, яғни артиклін қолдандық. That is a rubbish bin. Яғни анау, that, мынау, this. Келесі. Енді болымсыз сөйлемді қалай құрайды екеніміз. Әдеттегідей біз isn't дегенді қолданамыз, яғни this isn't a smartphone. This isn't a smartphone. Яғни мына жерде кешірім өтінем. Phone деген smart phone болу керек. Яғни бұл бізде смартфон емес. Яғни ұялы телефон емес. Бұл бізде ноутбук. Сондықтан біз болымсызды қолдандық. This isn't a smartphone. Isn't деген естеріңізге сала кетейін. Is not дегеннің қысқартылған түрі isn't. Келесі. That isn't a bucket. That isn't a bucket. Яғни ол шелек емес. Ол қоқыс жәшігі. Isn't a bucket. Bucket, яғни бұл шелек деген мағынаны білдіреді. Енді сұрау сөйлемдерді қалай құрайды екенбіз. Is this a laptop? Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, is бетістегі алдына шығып кетті де. Келесі this a laptop. Яғни is this a laptop? Бұл ноутбук па? Yes, it is. Yeah, бұл ноутбук. Келесі is that a rubbish bin? Is that a rubbish bin? Яғни анау тұрған қоқыс жәшігі ме? Yes, it is. Yeah, дәл солай. Сонымен бізде is бетістегі алдына шығып кетеді екенді. Содан кейін қалғандары өз орнымен қалады. Келесі біз болымсыз етіп қалай жауап береміз. Is this a smartphone? Бұл смартфон ба? Әрине жоқ. Бұл бізде ноутбук. Сондықтан біз no, it isn't. No, it isn't. Яғни жоқ деген мағынаны білдіреді. Is that a bucket? Анау тұрған шелек пе? No, it isn't. Яғни бұл бізде қоқыс жәшігі. Болымсыз түрде солай жауап береді екенбіз. Сонымен достар, біз сабағымыздың аяғына да келіп жеттік. Менің каналыма жазылыңыздар, қоңырау белгісін басыңыздар, менің жаңа сабақтарымды жіберіп алмас үшін. Және төменде комментарияда түсінбеген жерлеріңіз болса, жазып кетіңіздер, мен жауап беремін. Сонымен достар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.